Сергелденге түскен туыстары бұл жағдайға құтқарушыларды кінәлайды. Себебі төтеншеліктер алғашында қайықтың жоқтығын айтып, уақыт өткізіп алды деп отыр. Қазір іздестіру жұмыстарына сүңгуірлер де қосылды, алайда 3 күннен бері нәтиже жоқ. Жоғалған азаматтардың туыстарын өңірдегі әріптесім Динара Ерболқызы тыңдап қайтты. Шалқар Қажыгереев төрт түлік өсірумен айналысатын шаруа. 39 жастағы азамат 3 күн бұрын фермасынан қарамағында жұмыс істейтін малшысымен бірге ауылға трактормен жол тартқан. Өзеннен өтіп бара жатқан кезде су арнасынан тасып техника аударылыпты. Арны қатты судың ортасында қалған екі жігіт көмек шақыруға тырысыпты. Бірақ төтеншеліктер көліктің жоқтығын айтып, дер кезінде көмек көрсетпейді дейді туыстары. Қайық бар, бірақ қайықты Аягөзге жеткізу үшін, Аягөзден ауылға жеткізу үшін көлік жоқ деп айтқан. Сонымен әйтір көлік тауып ол кісілер келгенше ағам және тракторда үстінде отырған екеуі судың қатты ағынымен тракторымызбен қосып ағамдарды суға ағызып алып кеткен. Бұл кешкі сағат 6-лар шамасында болған. Ол кезде МЧС-ның адамдары келді, бірақ ол кісілер ондай ешқандай әрекет ете алмады. Шалқардың 4 баласы бар екен. Жақындары апталдай азаматтың не өлі не тірі екенін білмей отыр. Сондықтан бақсы балгерге де барып көргендерін айтады. Іздеу жұмыстарында ағайын туыстан бөлек тұтас Қарағаш ауылының халқы да жүр. Үйде ағамның 4 баласы бар. Кішкентай қызын өзі өте қатты жақсы көреді. Аман есен табылса екен, оралса екен деп күнде дұғамызды тілеп, үмітімізді үзбей тосып отырмыз. Бірақ міне уже бүгін тағы да 3-ші күн батып бара жатыр. Кеш батса техникалар, дрондар ұшпайды, вертолеттар ұшпайды, қараңғы бат кетті деп ешкім іздемейді, тоқтатып тастайды іздеулерін. Аягөз ауданында тасқын судан тағы бір малшы жоғалып кеткен болатын. Осылайша бас-аяғы 3 адамды іздестіру құтқару жұмыстарына еріктілерден 80-нен астам адам, 4 қайық, 5 дрон жұмылдырылған. Әзірге нәтиже жоқ. Айта кету керек, ол жаңа іздестіру жүрген адамдар, олар ешқандай жаңағындай су тасқынын алдын алу және жоюға тартылмаған азаматтар, олар өздерімен жүрген азаматтар, жаңа өз істерімен жүрген азаматтар. Сондықтан ол жерде іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Жұмыстар жалғасуда. Қазіргі таңда іздестіру жұмыстарының нәтижесі әлі жоқ. Жалпы Абай облысының Ақсуат, Көкпекті, Жарма, Аягөз, Барадулиха және Бесқарағай аудандарын құтқарушылар бақылауға алған. Сол аумақтағы барлық өзендердің маңайында тәулік бойына кезекшілік құрылып, табиғи апатқа төтеншеліктер тас түйін дайын отырмыз дейді. Динара Ерболқызы, Раяна Ерболова.